Hi, I'm John Kehoe. Сәлем, мен Джон Кехамын. Мен бүгін саған өзіңнің өмірлік мақсатыңды қалай табуға болатынын айтып беремін. Адамдардың маған ең жиі қоятын сұрақтарының бірі, өзімнің өмірлік мақсатымды қалай табамын деп сұрайды. Бұл өте оңай нәрсе. Сен өзіңнің өмірлік мақсатыңды таба алмайсың. Сенің өмірлік мақсатың сені өзі табады. Бұл егерде сен өзіңнің адами қасиетіңді жоғалтпасаң, өзің дұрыс деп ойлайтын нәрселерді басшылық қалған кезде, және өзіңнің құштарлығыңды басшылық қалған кезде ғана орын алатын болады. Себебі әркімнің алға қойған өз мақсаттары бар, және әркімге өмірдің мәні де әртүрлі. Әдетте сенің мақсатың мен өмірдің мәні сен нені жасағанды жақсы көресің, соған байланысты болады. Ғалам сенің жетістікке жеткеніңді қалайды. Ғалам сенің жетістікте болғаныңды қажет етеді. Себебі сен ғаламның бір бөлігісің. Әркімде ерекше дарын, ерекше қабілет бар, және әлемнің әрі қарай дамуына және оған жақсылық жасауға өз үлесіңді қосудың айрықша бір тәсілі де бар. Дәл осы жақсылық жасау туралы біз ойлануымыз керек. Егер де біз өзіміздің кім екенімізге шынайы сенетін болсақ, өзіміздің ықылас қабілетімізге еретін болсақ, сол кезде біздің мақсатымыз бізді өзі табады. Яғни, егер де менің осы айтып отырғаным шындық болса, сондай-ақ әркімнің өз өмірлік мақсаты бар екені, және ғаламның бізді өз міндетімізді орындауға шақыратыны шындық болса, онда бәлкім бұл сенің нені жасағанды ұнататыныңмен байланысты шығар. Мысалы, ұрпақтың жалғасуы. Ол секстен рахат алуға байланысты. Себебі биологиялық тіршілік иесі көбеюді қажет етеді. Ол көңілді, одан біз рахат сезімін аламыз. Сондықтан біз онымен айналысамыз. Нәтижесінде біз балаларды дүниеге әкелеміз, және осылайша популяция көбейеді. Осылайша ғалам сенің бір құнды үлес қосқаныңды қалайтын болса, неге ол саған қолайсыз нәрселерді ұсынуы керек? Немесе, неге ол саған өзіңе үйлеспейтін нәрсені беру керек? Әрине, ол саған сенің жақсы көріп жасайтын нәрселеріңді береді. Себебі сол кезде ғана сен оны жасайтын боласың. Ендеше ең бірінші, саған дұрыс болып көрінген нәрсеге сену керексің. Өзіңнің құштарлығыңа сену керексің, және әлемге жақсылық жасауға дайын болу керексің. Біздің рухани дәстүрлеріміз бізді осыған үйретеді. Мысалы, еврейлердің ырымдарында әр жанның бұл өмірдегі өз мақсаты бар, бірақ бірде-бір жан оны ешқашан білмейді, және өмірдің толық мәнін түсінбейді деп айтылады. Бірақ сенің борышың бұл өзіңнің өмірлік мақсатыңды тауып, жүзеге асыру болып табылады. Бұл сенің жасауға тиіс кішкентай ғана бөлшегің. Христиандардың дәстүрінде де бәрі де дәл осылай жүргізіледі. Христиандардың дәстүрінде мұны рухтың сыйы деп атайды. Және ол жерде рух сыйының көптеген түрлері бар. Бірде-бір адам барлық сыйды бірден иелене алмайды. Әркімде байсалдылықтың белгілі бір бөлшегі бар, және оны біз өзіміз тудырамыз. Ал буддизм бізде екі жақты мақсат бар деп айтады. Біріншіден, өз-өзіңді жандандырып, рухани тазару. Екіншіден, әлемге жақсылық жасау. Өзіңнің бірегейлігіңді танып білу үшін, және өзіңнің борыш міндетіңді атқару үшін үлкен қайсарлық қажет. Егер де сенің ішіңде жақсы болуды, өз-өзіңмен болуды, және мейірімді болуды қалайтын сезімнің бар екенін, сенде бір дарын мен қабілеттің бар екенін байқаған болсаң, онда сен соның соңынан ілесу керексің.
осыдан бірнеше жыл бұрын менің жолым болып, мен өз компасымды таптым. Және сол арқылы өмір жолымен келе жатырмын. Дәл сол кезде мен мынаны түсіндім. Маған өзімді рахатқа бөліп, қызықтыратын нәрсемен айналысуым керек екен. Сөйтіп, мен өзімді рахатқа бөліп, қызықтыратын нәрсемен айналыса бастадым. Мен оқшау өмір сүруге шешім қабылдап, орманға кетіп қалдым. Нәтижесінде түп сана мен ақылдың күші туралы өз ілімімді жасап шығардым. Мұны сен де жасай аласың. Сенің алға қойған мақсатың бар. Сенің сөздеріңде мағына бар. Бірақ сен бәрін бірден біліп тұрған міндетті емессің. Сені шақырып тұрған нәрсеге сеніп, жақсы адам бол. Кейде сенің не үшін жаратылғаның қайғы қасірет арқылы айқындалуы мүмкін. Мысалы, Кэнди Лайтнер. Ол MEDD, яғни мас күйінде көлік жүргізетіндерге қарсы аналар деп аталатын ұйымды құрған. Бұлай болуының себебі, оның қызы мас күйінде көлік жүргізген жүргізушінің кінәсінен болған жол апатынан қайтыс болды. Оның бұл жағдайға ашуланып қапаланғаны сонша, жағдайды өзгерту үшін шаралар қолданып, мас күйінде жүргізетін жүргізушілерге қарсы аналардың ұйымын құрды. Ұйымның атауы да дәл осылай аталады. Мас күйінде көлік жүргізетіндерге қарсы аналар ұйымы. Мүмкін бұл осындай қайғы қасірет шығар. Мүмкін бұл іштей сезілетін сенің жаратылу мақсатың шығар. Мүмкін бұл мейірімділік көрсетіп, күн сайын айналамызға жақсылық жасаған келетін қарапайым нәрсе шығар. Дегенмен, бұл бізге Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, немесе Ганди сияқты болуымыз керек деген, немесе қандай да бір ғаламат көзқараста болуымыз керек деген сөз емес. Бұл жай ғана өз-өзімізге сену керек екенімізді білдіреді. Біз сананың эволюциясына сенеміз. Менің ілімімді ұстанған адамдар біледі. Сананың эволюциясына деген сенімім өте күшті, және сендер оның бір бөлшегі екендеріне де сенемін. Егер де біз осыған сенетін болсақ, онда бізге бар болғаны күн сайын өзіміздің ең жақсы нұсқамыз болуға тырысуымыз керек. Ендеше, біз өмірлік мақсатымызды қалай табуымыз керек? Біз мақсатымызды таппаймыз, керісінше сенің мақсатың сені өзі табады. Егер де сен адал болсаң, күнделікті өміріңді, өзің дұрыс деп тапқан нәрселерді басшылыққа ала отырып сүретін болсаң, мақсатың сені өзі табады. Айналаңа жақсылық жаса. Сол кезде ол сенің мақсатыңды ашады. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін осы арнаға жазылуды, лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.